Ал біз Бибана шипажайына келдік. Бибана шипажайында Тугистан келген екі апамыздың жағдайын сұрап қайтатын боламыз. Кеттік. Бірге болам, апа. Қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар, апа? Жақсы демалып жатсыздар ма? Жақсы демалып жатырмыз. Назым апайдың анасы келген, Назым апайдың несінен алайық. Бір өзіңіздің отзывыңызды айтсаңыз. Айналайындар, рахмет. Мен ана Астанадан келдім. Мына жанымдағы туысқан адам, бұл кісі Қарағандыдан. Екеуміз бірігіп осы шипажайдың ішінде Бибананы таңдап келдік. Есіктен кіргеннен жақсы қарсы алды балалар. Өзіміз ризамыз. Бәрі жақсы, 4 мезгіл тамағы бар. Барлық емнің түрі бар. Келгеннен бері демалыс жасап, енді өзіміз үшін келеміз ғой. Бәрі жақсы біз үшін. Енді сіздер де енді халық үшін қызмет етесіздер. Еңбектерің жансын, халық риза болсын келген. Бәрі осылай рахметін айтсын. Айналайындар, жұмыстарың өркендей берсін. Денсаулықтарың мықты болсын. Халықтың денсаулығы үшін жүргеннен кейін еңбектерің қашанда өтеле берсін деп тілейміз. Бәрі жақсы. Кешкілікте дем аламыз. Жастардың биін көреміз, өлеңін тыңдаймыз. Мынау жақсы. Әлгі ағзаға керекті сен осы су ғой, шипалы су. Соларын ішеміз. Бәрі жақсы біз үшін. Ешқандай айтар неміз жоқ жақсылықтан басқа. Қашанда жақсылықтар бола берсін деймін. Халықтың, елдің, жұрттың денсаулығы мықты болсын. Қашанда жақсыға деп келейік. Енді Бибананың келетін мына кісілерің көп болсын. Ата-аналарың аман болсын. Балалар, үлкен рахмет сендерге. Жақсы жаным.